Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дайым деректерін қолданып, осындай су анимациясын қалай жасау керектігін үйренетін боламыз. Ең алдымен біз Earth Explorer сайтын ашып аламыз да, ол жақта тіркеліп аламыз. Одан кейін сол жерден өзімізге ұнаған аймақты таңдаймыз. Мысалға, Виннипег көлін алайық. Картадан орынды таңдап аламыз. Осылай бүкіл экранды толық қамтып жататындай өзімізге керек аймақты таңдап аламыз. Және де Use Map маттарбасын басып, экранда сол нүктенің координаттарын шығарып аламыз. Яғни жаңағы толық экранда алып жатқан аумақты өзі белгілеп береді. Одан кейін Datasets бөліміне өтіп, Digital Elevation таңдаймыз. Ішінен SRTM таңдап, ішіндегі SRTM 1 Arcsecond Global батырмасын басамыз. Одан кейін Results батырмасын басып, осылай шыққан карталарды қарап, өзімізге керегін таңдап аламыз. Таңдап алғаннан кейін картамызды осылай жүктеп аламыз, Geotiffпен жүктеп аламыз. Және де өзіміз жеке папка ашып, аркисте практика 12 деп сақтап, өстіп аркиске қосып аламыз. Менде мұнда аркистің қосымша панельдерін запись экраны жазбай тұрғандықтан осылай көрсете берейін. Слайға кіріп, система координат орнатып аламыз, яғни Mercator координат системасын орнатамыз. Орнатып алғаннан кейін біз картамыздың свойства және де Symbology бөліміне кіріп, өзімізге қажетті түсті реңкті орнатып алуымыз қажет. Кез келгенін орната бересіздер. Келесі қадам ол бізде су бетін білдіретін жаңа қабат, яғни surface дайындау. Ол үшін біз жаңа shapefile құрамыз, яғни new shapefile атын жазамыз, типін полигон деп таңдаймыз. Енді су басатын аумақты салып алуымыз қажет. Ол үшін біз редактируінен бастаймыз да, ректангл құралымен полигон сызып аламыз. Содан кейін изменениені сохранить етіп, және де завершить редактируінен басамыз. Редакторда міндетті түрде аяқтауымыз қажет, себебі біз қазір атрибут кестесін ашып, бұл жақта жаңа поле қосатын боламыз, ал редакторда аяқтамасақ, бұл жақта поле қоса алмай қаламыз. Осылай полянатын whale деп қоямыз да, типіне float деп жазамыз. Енді начать редактируінен басып, бізде осы UL өрісіне SRTM-дағы диапазонның төменгі мәні су деңгейін енгіземіз. Менде 236-235 деп жаза беремін. Енді осы полигонды raster форматын түрленdiреміз. Search терезесіне polygon to raster деп жазып, кіріс қабаты ретінде water level'ды, ал value file ретінде UL-ды өрісін таңдаймыз. Ал яшық өлшеміне 20 деп енгіземіз, параллельно обработканы обязательно 0 деп қоюымыз қажет. Дайын болған екі қабатты арксценді ашып, сол жаққа көшіріп аламыз. Бұл жақтан біз жаңағындай система координатты міндетті түрде орнатып алуымыз қажет. Енді свойстваға кіріп, галочканы осы екінші батырмаға ауыстырамыз. Одан кейін су бетін көгілдір түске бояп аламыз. Енді біз анимация панелін ашып аламыз да, ол жақтағы менеджер анимацияға кіріп, жаңа трек ашамыз. Және де 5-6 кадр қосып аламыз. Енді біз әр кадрда Z мәніне су бетінің биіктігін жазамыз, яғни әр деңгейді 20 мәніне көтеріп отырамыз. Солай біз осылайша су деңгейінің жоғарылауын модельдейтін боламыз. Содан кейін Animation Controls бөліміне кіріп, параметрлерден ұзақтығын орнатамыз. Мен 10 секундты орнаттым. Және де вперед-назад деген панельді таңдаймыз. Нәтижесінде таңдалған аумақ алдымен суға толады, кейін қайтадан құрғақ күйге оралады. Осылайша біз
Су анимациясын SRTM деректері арқылы қалай жасау керектігін үйрендік. Назарларыңызға рахмет.